Қызылорда қаласының тұрғыны белгілі тележүргізуші Дина Төлепбергеннің назарын аудару мақсатында Алматы қаласына жаяу барған. Астарлы ақиқат студиясына басып кірген азамат эфир үстінде жүргізушіге сөз салды. Оқиға орнынан тілшіміз. Негіз түсірілім болып жатқан бір уақытта мынау студияның сыртында шу шықты. Қарасам бейтаныс мұрты бар жігіт. Шын айтқан кезде біз әлемді алды. Әлі шоковый состояниеда тұрмын. Сөйтіп маған тұрмысқа шығасыз ба дейді. Мен күйеуім бар ғой. Тым болмасаң мен туралы ақпараттар тексеріп келмейсің бе деймін де. Білмеймін ары қарай қалай болатын. Өз-өзімді бір сабырға келтіре алмай жүрмін. Аяқ қолым дірілдеп. Сондай бір масқара жағдай. Мен негізі Дина Төлепбергенге үйленейін деп келген адам. Енді оның поклонниктары көп қой, сөйтіп маған вниманиясын аударсын деп жаяу келдім. Енді мәссаған, мен үшін жаяу келіпті ғой деп қалсын деп. Сонымен келсем, ана охранниктер жібермейді. Сен ба менің бақытыма стоп қоятын деп қырылып, төбелесіп, зорға деп кіріп кольцоны беріп тұрсам, сөйтсем Дина Төлепбергеннің байы бар екен ғой, 2 баласы бар екен. Оны қақтан білейік, мен қаладан қатынмен ажырасып сөйтіп келгенмін ғой. Енді амал жоқ, қайтып қатынға бару керек болып тұр. Баян Астарлы, Нұрсұлу Ақиқатова, ПТК арнасы.